Мен Бауыржан Момышұлы атындағы мектеп Бөбекжай кешенінің 9-Б жастар бас сынып тәрбиеленушісі Нұржанов Нұржол. Жамбыл Жабаев халықтың сәлемі. Домбырасын серік қып өткізді жамбыл ғасырды, өлеңді төгіп өрнектеп, асулардан асырды. Қара терге малынып, еңбегі кетіп далаға, тойса тойып тамағы, тоймағанда аш жүрді. Қалың халық көтерген өмірдің ауыр зілтасын жылдан жылға тасыды. Жаңғырты бен даланы әнді шырқап көлбедім, өлеңмен ойып оюды сөзді мініп желдедім. Сонда менің көргенім құнарсыз дала қарал ел, көңіренген зарланған қанын сорған жыланнан ғасырлар арыла алмаған. Көз жіберсем алысқа көпті көрдім дегенім көп зарыққан ел екен. Шексіз дала дегенім ұлтарақтай жер екен. Ерлерді көрдім дегенім ер емес екен, кем екен. Хандарды көрдім дегенім халыққа қонған шер екен. Тауды көрдім дегенім тау емес екен, дөң екен. Өзен көл көрдім дегенім көз жасынан сел екен. Кемдіктің кесіп бұғауын енді азаттық құсып, халқым кірді берекең. Қайғыдан халқым арылып, бақыт құсын ұстадым. Лениндік ұлы партия халықтың халін көтеріп, жоғалтты өмір қыспағын. Қарық қылды дәулетке алыста қазақ ауылын, қырғыз өзбек қыстағын, Алатау Алтай жеріне қолы тиді ұстаның. Сардалада темір жол зәулімді шарлады, күміс қанат құстарым қаптаған мал ен дәулет. Бақыт өмір сәл-сәулет әшекейге бөленді советтік Қазақстаным. Төркіргізді қалама шексіз мақта көбегін, алтын күміс қорғасын, мұнай көмір жездеміз. Мұқтаж жоқ елімнің үйінен табат керегін, қарағанды қарсақпай, ембеменен балқаштай кенінің әлденешеуін тағы тауып беремін. Осыны жырлап айтуға бақытты қазақ атынан домбыра алып жөнелдім. Алып келдім алыстан бақытты қазақ халқының махаббатты жалынды большевиктік сәлемін.